Ассалаумалейкум қазақ елі, сериал каналына қош келдіңіздер. Және де оның жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Ал достар, бүгін бізде мінекей долгожданный момент, 14-міздің алғашқы бөлімі. Бүгін біз не істейміз? Оны қазір видео барысында көретін боласыздар. Алдымен видеомызды бастап алайық, кеттік. Жалпы біз осы уақытқа екі проекттерде аман-есен ойнатып, енді бұрын сонда бізде болмаған проекттегі, мен алдында 14-ті алып, досыма сыйлап жердім ғой. Бұл жолы өзімізге проектке алдық. Сол себептен достар, бүгін біз алғашқы бөлімнің өзіне негізі біраз нәрселерді салайын деп жатырмыз. Олардың бірі қазір біз алғашқысы жаңа майда-шүйде оптикаға, сигналға мән береміз. Одан кейін щиток, руль деген сияқты нәрсенің барлығы қазір видео барысында өздеріңіз көретін боласыздар. Видеомыз басталмастан құрметті көрермендер, сіздер бір керемет жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Ол әрине төмендегі бекітілген комментария сілтемеге кіресіздер, менің промокодын періп келсеңіздер, сіздерге дайындап қойған бонустық сый. Орындар шектеулі, бонустарыңызды алып кетіңіздер, ал біз видеомызды бастасақ болады. Кеттік. Алдымен сигналды қондырып алайық. Өзінің сигналы бастан үні шықпайды, бір қысып кетсе, как будто андай бір үндемей қоясан сияқты бір түрлі қолады екенсің. Сол себептен сигнал бізге өте қатты маңызды болып тұр. Негізі мына сигналды салмастан бұрын бізде енді Шымкентте қазір Шымкенттен шықпайтын нәрсе жоқ қой. Жігіттер КамАЗдың сигналын қойып отырды. Негізі бірден сондай қойғым келген, бірақ ол үшін пневманың компрессияны жалғауымыз керек. Ал әзірге бізде пневма жоқ. Алдағы уақытта мүмкін пневма қойып атсақ, сол кезде КамАЗдың пневма, пойыздың пневма ауыстырып жатырмыз. Ал әзірге біз мынандай екі өзінің обычный жеңіл көлікке арналған воздушный сигналды қондырамыз, бірақ біреу емес достар, бізде екі воздушный сигналды реле арқылы екі насосымен береміз. Енді нормально шығады деп ойлаймын, екеуінің шыңғыратын шығар. Алдыңғы өзінің екі поворотниктерін как ДХО ретінде американка жасайтын боламыз. Ал арқадағыларын альфарттағыдай оңға соға не қылу үшін оған бөлек кнопкамен, бөлек релемен жасайтын боламыз. Бірақ алдыңғы поворотниктерді ДХО қылу үшін достар бізге двухконтактный катушкамен двухконтактный бізге лампочка керек болады. Өйткені достар, біз ДХО қосқан кезде слабый жанып тұрады да, поворотник қосқан кезде қайта күшем. Білесіздер ғой, в общем, қазір видеосын көретін болсақ, алдымен осы заттарды біз қазір электричествосын қондырып алайық. Ол үшін біз әрине өзіміздің бауырымызға Диасқа келдік. Келесіз. Ассалаумалейкум, жағдай жақсы ма? Аман-есен. Мына лампочка, мына реле, ана жерде екі сигнал тұр. Саған аманат. Қиын жұмыс емес. Бұл үшін қиын жұмыс емес, негізі бұл. Ты че, камрилерді өткенде бір келгенімде Бентлиді шашып, мотор кабельдерін қайттан жинап атқаннан кейін болды ғой. Қоя берсіңдерші. Қалай жалпы жағдай жақсы ма? Аман-есен. Шүкір. Мынандай жағдайға жету үшін не істеу керек? Оқу керек, істеу керек. Қай жылысың негізі? 2004. 2004-те айтпайсыздар достар. Жастайынан оқыған, тоқыған білімді азаматтардың бірі. Ал мақта бермей көрсетсең өнеріңді. Так, ой достар, мінекей барлығын жалғап болдық, электричествосын мінекей қондырдық. Жалпы схеманы сіздерге бір түсіндіріп кетейік. Бізде аккумулятордан 25 амперлік предохранитель қойдық. Starline'ның 12 вольттік 708-де 2 дәл осындай реле қондырдық. Және де жаңа массаж жібердік. Нәтижеде мінекей өтпестер барлығын как положено гофрамен барлығын аккуратно таза жұмыс жасадық деп ойлаймын. Ал енді нәтижесін көрейік. Бас! КамАЗ болу. Нау еще андай ғой. Оталдырмай тұр. Оталдырып, машина қызырып істесің бар ғой. Қатып береді оған сайын. Қандай дәрежеге қайтып жеттіңіз? Айта беріңіз. Мына жерде эстадағы кісілер өшірсе деп отыр ғой. Әдемі, иә. Негізі достар, бізде жалпы видеомен музыканың звуктан қатты шыққан, жай шыққан өкінішкер көрсете алмаймыз. Қаншалықты қатты кішілеуді көріп атсаңыздар, сигнал басыңыздар, басып көрсетеміз ғой. Ал олай енді бізде келесі кезекте қазір поворотниктер жаңа көрсеткен LED лампочкалармен барлығын және де американка ДХО жасайтын боламыз. Қазір бізде заводской ДХОны басқан кезде, обычный өзі подпарникті қосқан кезде жақсы. Бізде мынау жанады және де астыңғы туманик жанады. Бұлай заводской жақсы деп қойған ғой. Біз енді ДХОны американка сияқты мына жанды қосуымыз керек қой, түсіндіңіздер ма? Мүмкін болса, мынау туманканы негізі отдельно жасау керек. Мынау штатный. Мынандай қоямыз такие лампочка. Мына патрон келмейді. Мына екі жону керек.
және де достар, егер де сіздер LED салатын болсаңыздар, пауэрбанктеріңіз тез жанып қалатын жағдайда осындай резистор қолданасыздар. Питание через резистор арқылы өтетін болса, сол кезде сіздердің LED-теріңіз тез шыттықтап қалмайды. Міне біз жалғап қойдық. Егер біз алып тастайтын болсақ, тез жанып қалады, потому что арқасында бізде LED тұр. Сондай достар, біздің габариттағы кішкентай 7 лампочканы ауыстырып жатырмық. Мына қараңыздар. Мына жағында біз қазір ғана ағын салдық та. Мына көрініп тұр ма? Ағы да. Мына жағы көк. Қайсы әдемі? Вроде ағы әдемі сияқты да. Камбас фирмасының кішкентай лампочкасы көрініп тұр ма? Жанбас деп оқылады қазақша. Ағылшынша Canvas. В общем, достар, короче айтқанда, егер де сіздер андай LED салатын болсаңыздар, пауэрбанкке обязательно андай резисторды бірге салғандарыңыз жөн. Сондай кейбіреулер задний фарға жаңа X не болмаса Audi стилі фары саласыздар, бірақ пауэрбанктеріңіз тез жанып қалады. Соның шешімі осы резисторде. Біліп жүріңіздер. Так, олай болса достар, мінекей бізде қазір руліміз бен щитоктарымыз келді. Біз жаңағы поворотный, сигнал, жаңағы бәрін істеп қойдық. Енді достар, мінекей бізде өзінің заводской рулі, мынандай жіңішке старый образдағы рульді ауыстырамыз, және де щитогын білесіздер, өзінің заводской. Қазір жақында Четырнашка, Приора, ескі Лада көліктері неше түрлі сәнді щитоктар шығып жатыр. Солардың бірін BMW стилдегі щитокты алдырдық. Енді қазір осы щитокпен рулін бірге ауыстыратын боламыз. Так, олай болса біздің руліміз достар, мінекей Приораның 4К арналған рулі. Осындай Приораның саламыз. Неге Приораның салады достар? Өйткені 4К-ның өзінің білесіздер, без гур, без еур шығады. Сол себептен осы жаңаға шыққан өске осы руль әдем келеді. Алда уақытта Kia-ның жаңа рулін салуға болады. Ол үшін достар біз жаңа Приораның электронный еурды болмаса Вестаның еурын қондыруымыз керек. Сосын барып оптиманың руль салынады. Ал әзірге біз ешқандай еурсыз, ешқандай гурсыз 4К-ның өзінің рейкасына мынандай арнайы 4К-ға жасалынған рульді қондыратын боламыз. Сондай-ақ біздің BMW стилдегі щитогымыз мінекей біздерге көрініп тұр ма? Новыйдан шыққан BMW МК деген бір салып көрсететін боламыз. Олай болса көп сөйлемейік, ал шешіп салайық. Короче, үйтіп зорға шаштық. Осы 14-15 дедім, әйтір щитогын ауыстыру үшін полный концерт шешесің ғой. Приорада рахат ет. Мына жерін ғана шешесің да, екі болт шешесің да, щиток шештің да, тақтың да, екі болтты қайттан барып қоясың. Біз ерінді машинаны не қойсың? Полный консоль күйін до конца шешесің ғой. Соның өзін до конца шешкен жоқпыз, ішіне жаны ашып олдық та. Щиток ауыстырайын деп отық. Олай болса, мінекей бізде BMW-ның щитогы. Ал енді сабалайық. Достар, жаңа айта тұрық қой, 14-ке арналып істелген руль деп ем. Қараңыздар, 14-тің рулі арқасындағы шлейф петляларын қарайтын болсаңыздар, міне мынандай бір шеге сияқты нәрсесі бар, мынандай басылатын, қараңыздар, шлейфті айналдыратын. Міне, ал біздің жаңадан сатып рулімізде де тура осы нәрсе бар. Бұл негізі осындай 14 Самара 99-дарда болады да, Приорада негізі бұндай болмайды. Сол себептен Приораның рулін арнайы осындай 14-тің шлейфіне арнап істелінген, міне көрдіңіздер ме, мынандай петлясымен, мынада да өзінің заводской руліне петлясымен. Сол себептен 14-ке арнап істелінген Приора видтегі руль деп айтамыз бұны. Ал достар, енді осының барлығын қазір щитокты рульді салып нәтижесін көрсетейік. И валя достар, мінекей өте керемет болды. Негізі салонның видін ашатын олар енді бізде щиток, және де руль болып саналады. Щитогымыз достар мінекей замок ашқан кезде. Плавно, короче. Желает вам приятного пути. Ой, рахмет, достар, мінекей кезде отырып түсіп шыққанға өте керемет екен, түзіп істеп алған. Ладаның салон білесіз ғой, тар ғой, негізі отырып түсіп шыққанда рульге тиіп қала береді, сол үшін осындай асты тегісін таңдаған болатынбыз. Енді алда уақытта достар консоль заказ береміз, планшетпен как положено әдемілеп, мына жерге диодный жаңа печканы, сондайлардың бәрін алда уақытта істейтін боламыз. Барлығы бірден болмайды, сол себептен жайлап өз бөліммен істейтін боламыз. Сондай-ақ алда уақытта мен керемет потолокты да заказ беріп қойдым, көретін боласыздар. Ал бүгінгі нәтиже осындай. Так, сондай достар, біз жаңаға поворотниктің кнопкасын мына жерге қондырып қойдық. Кішкене енді некрасивый көрініп қалды. Алда уақытта әдемілеп дұрыстап істеп қойатын боламыз. Ол бізде қазір уақытша видеоны тез бітірудің жолы болсын. Осы жерге қоя салған болатынбыз, дұрыс көрінбей қалды. Алда уақытта әдемілеп істейтін боламыз. Енді жалпы оңға солға кнопкамыз осы жерде. Мына қараңыздар. Оңға солға.
алтын сырттан қалай көрінеді, қазір далаға шықпай тұрып эстрадағысын көрсетейін, потому что дала қатты жарық болса онша байқалмайды. Эстрада кішкене әдемі көрінеді. Достар, мінекей алдынан көрсетіп кетейік. Сигналымыз алдынан қалай көрінеді қараңыздар. Екі шетке қарап, екі темір кеткен сияқты. Ана мәселе новойдан шыққан боямалар сияқты қараңыздар. Өте керемет көрінеді. Сигналдың дауысы бізде бас шыған. Адамның реакциясын қарасаңыздар. В общем, алдан осындай пауэртингті сіздерге көрсеттім. Ал бізде щиток жағынан приоран рульмен, BMW щитокмен не болып барады. Мынау руль приоранка, анау BMW-нікі, короче. В общем, нәтиже осындай. Сондай алькантарадан қондықты есете беріңіздер. Негізі видеоға түсірген жоқпыз, алдын ала қоя салдық. Салонымыз енді вид кіріп жатыр. Алда уақытта консоль бар, анау бар, мынау бар, обшивка бар дегендей жайлап жасай беретін боламыз. Алда құрметті достар, мінекей видеомызда өз мәресіне жетті. Сондай достар, сіздерге бір керемет жаңалық айта кетейін. Сіздер білетіндей, менің өзімнің осындай Lada көліктеріне сататын тюнинг запчасть дүкенім бар. Уақыт өте келе ол дүкенімізді мен готовый бизнес ретінде саттым. Оны бізді өзіміздің таныс жолдас-бала сатып алды. Енді әрмен қарап өз жұмысын жаңа Инстаграмда жүргізгелі жатыр. Жалпы құрметті көрермендер, кімдегі мен осы уақытқа Madgos автотюнинг Инстаграмға подписаны болатын болса, енді достар, жаңа Инстаграм бізде Lada Tuning Астана деген Инстаграмға тіркеліп қойыңыздар. Өзіңіздің Lada көліктеріңізге керек осындай керемет тюнингоны, щиток, руль, тағы да басқа керекті тюнингоны заттардың барлығын сол жерден таба аласыздар. Толыққан достар, Инстаграмның описаниеге қалдырып кетем, кіріп тіркеліп қойыңыздар. Алда уақытта керек запчастар болса, сол жақтан ала берсеңіздер болады. Сондай достар, бүгінгі видеомыз осындай. Сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды алмай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Жаңа келесі кездескенше аман сау.